Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз мәндес сөздер және қарсы мәндес сөздер. Тіліміздегі сөздердің мағыналары әртүрлі. Бір ұғымның өзін бірнеше сөзбен беруге болады. Мысалы, ғұлама деген сөзді данышпан, кемеңгер сияқты бірнеше сөзбен беруге болады. Мұндай сөздер бізде әрине мәндес сөздер деп аталады. Мәндес синоним сөздер деп дыбысталуы әртүрлі, бірақ мағыналары жақын сөздерді айтамыз. Мысалы, әдемі сөзінің синонимі бізде сұлу, ажарлы, келбетті, көрікті деген сияқты бола береді. Ал қарсы мәндес сөздер бізде антоним сөздер деп аталады. Қарсы мәндес сөздер, яғни қарсы мәндес антоним сөздер деп мағыналар бір-біріне қарама-қарсы сөздерді айтамыз. Мысалы, ол қандай сөздер? Мағыналар бір-біріне қарама-қарсы сөздер: жақсы, жаман, ұзын, қысқа, биік, аласа, тағы басқа. Құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері, егер де жазылмаған болсаңыздар, біздің YouTube арнаға жазылып қойыңыздар. Алдағы уақытта болатын сабақтарды жіберіп алмау үшін тіркеліп немесе достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.